Экспо 2017 халықаралық көрмесіне 107 күн қалды. Бүгінде көрмеге 18 халықаралық ұйым мен 115 мемлекет қатысуға ниет білдіріп отыр. Бұл экспо тарихындағы ең жоғарғы көрсеткіш. Бүгінде экспо көрмесіне қатысты қандай жаңалықтар болып жатыр? Әріптесім Айша Жақсыберген таныстырады. Айша, тізгін өзіңде. Рахмет, Нұрболат. Экспо 2017 көрмесінің аясында ғарыш сыйлығы табысталмақ. Бұл туралы халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Лоссерталес экспо қатысушыларының 3-ші жиналысында мәлімдеді. Оның айтуынша, мұндай марапат бұған дейін тек 4 көрмеде ғана берілген. Жеңімпазды халықаралық көрмелер бюросы мүшелерінен құралған қазылар алқасы тағайындайды. Экспо бастау алғаннан кейін сарапшылар көпшілік назарына ұсынылған барлық жобаларды зерттеп, арасынан әлеуметтік маңызы зор бастаманы іріктеп алады. Көш бастаған елдің өкілдеріне 20 мың евро қаржылай сыйақы берілмек. Халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы: біз қоғам дамуына әсер ететін маңызды жобаларға назар аударамыз. Әсіресе экологияға байланысты бастамаларға басымдық бермекшіміз. Қазылар алқасы нақты тақырыбын өздері таңдап, алдын ала жариялайды. Әрине, Қазақстанда өтетін экспо көрмесінде ғарыш сыйлығының табысталуы шараның беделі жоғары екендігін растайды. Сондай-ақ жиында Лоссерталес көрмеге дайындық қарқынды жүріп жатқандығын ерекше атап өтті. Экспо барысында Шанхай және Ислам ынтымақтастық ұйымдарының саммиттері мен халықаралық әйелдер форумын өткізу жоспарда бар. Осы орайда елордамызда қауіпсіздік шаралары күшейтілмек. Шаһар әкімі Әсет Исекешев ол үшін 1000-ға жуық адам жұмылдыратындығын жеткізді. Ал көрмеге келетін шетелдіктер тек бас қалаға ғана емес, сонымен бірге өңірлерге де ат басын бұрады. Туристерді қабылдауға қазір жамбылдықтар да білек сыбана кіріскен. Мамандардың айтуынша, біздің облыс Қазақстан бойынша туристік бренд болмақ. Ол үшін нендей шаралар жүргізілуде? Алдағы бейнематериалда. Тараз 2000 жылдық тарихы бар, таусылмайтын тағылымға бай, тамыры тереңде жатқан көне қала. Шаһар әлі күнге дейін жер қойнауында сырым бөгіп жатыр. Мәселен, бұған дейін бұл аумақ сауда базары болған. Қазір мұнда көптің көңілінен шыққан көне Тараз тарихи мәдени орталығы бой көтерді. Ал археологиялық зерттеу жұмыстар кезінде 6-7 ғасырларға жататын ескерткіш құлыптар, 9 ғасырдағы ғибадатхана, 11 ғасырдағы монша, сондай-ақ ежелгі медресе мен ірі қала орындары табылған. Мұның барлығы орта ғасырлық Тараздың мәдени дамуының көрсеткіші. На сегодняшний день Бүгінгі күні археологтар 7-8 ғасырға дейін зерттеу жұмыстарына жетті. Археологиялық парк құрылғанда онда зерттеу кезінде табылған ең қызықты дүниелер қойылмақ. Біздің қазір тұрған деңгейіміз 10-11 ғасыр. Бұл Қараханит кезеңі. Сонымен бірге ең керемет археологиялық нысандар бар. Олар 12 ғасырдағы медресе мен керуен сарайы. Өңірде бүгінгі таңда 43 туристік фирма, бір киіз үй қалашығы, 7 демалыс орны мен 10 балалар сауықтыру лагері қызмет көрсетеді. Сонымен бірге минералды су, емдік балшықпен емдейтін 5 шипажай бар. Облыс осы негіздермен мемлекеттік жібек жолының тарихи орталықтарының жандануы бағдарламасына енгізілген. Қазір туризм саласына басымдық берілуде. Біздің мақтанышпен айтарымыз бар. Атап айтсақ, таулар, шөл дала мен көне Тараз. Біздің тәжірибеміз жетіспеуде. Өйткені біз жас мемлекетпіз. Үйренеріміз әлі көп. Жалпы алғанда Жамбылда 3336 ескерткіш бар. Оның 28-і республикалық және 713-і тарихи мәдени нысандар. Ал Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан 5 ескерткіш 2014 жылы ЮНЕСКО көлемінде қорғауға алынған. Міне осындай алғышарттар негізінде Жамбыл облысы туристік брендке айналуына толық негіз бар. Айша Жақсыберген, Ермек Кеншімбек, 7/7 News.